Ертеде жамандық пен жақсылық деген екі дос болыпты. Күндердің бір күнінде аттарын жүгендеп, азықтарын түгендеп жолға шығады. Сөйтіп тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын демде таусады да жақсылыққа былай дейді: менің азығым таусылды, аштан өлмесем болды. Сонда мейірімді досы: келе ғой, екеуміз бөлісіп жейік деп, өз тамағымен бөліседі. Сөйтіп жүріп екеуі жақсылықтың да бар азығын таусады. Қомағай жамандықтың тағы мазасы қаша бастайды. Ол мейірімді досыңа былай дейді: біздің азығымыз таусылды, менің қарным ашты. Мен аштыққа шыдай алмайм, жүре де аламайм. Сенің атыңды сойып, соны азық қылармыз. Жақсылық досыңа жаны ашып, атын сойып беріп, өзі жаяу жүреді. Бұл етті тасуға да жақын қалады. Жамандық: енді бұның маған еш пайдасы тимес деген оймен жапан далада тастап кетеді. Жақсылық арып-ашып шіріп, жапан даладағы бір лашықты көреді. Ішіне кірсе тірі жан жоқ, тек ортада қазанда ет асулы тұр. Бұл неғылған тамақ деп, саусағының ұшын ғана дәмін тартады. Сөйтіп лашықтың үстіне жатады. Бір кезде арыстан, түлкі, қасқыр үшеулері шөл тамаққа жайғасылады. Олар көргендерін айта бастайды. Бірінші түлкі сөйлейді: пәлен деген тоғайда алтын көмілген, мен соны күнде қарауылдап жүрмін депті. Сонда арыстан: ал мен болсам, бәлен деген байдың күнде бір жылқысын жеп кетем. Барлығы маған жете алмайды, тек бір ғана тайы бар жететін. Ал оны ешкім білмейді. Бай болса, маған жеткен адамдарға бір үйір жылқы берем дейді. Сонда қасқыр тұрып айтыпты: пәлен деген байдың бір толықтысы бар, мен соны күзетіп жүрмін. Ол байдың науқастанып жатқан бір қызы бар. Кімде-кім соны жазса, қызыммен қосап, байлығымның тең жартысын берем деп уәде етіпті. Ол қыз әлгі толықтының бауырын жезе жазылады депті. Жақсылық бұлардың әңгімелерін тыңдап, таң атысымен жолға шығып, олардың айтқанын орындап, байлыққа кенеліп, мақсат мұратына жетеді.